Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен наггетсы дайындайтын боламыз. Ол үшін тауықтың төс етін кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Наггетсыға арналған осындай ұнтақ немесе панировочный сухари пайдалана берсеңіздер болады. 2 жұмыртқаны араластырып, тауық төс еттерін алдымен жұмыртқаға, одан кейін ұнтаққа, қайтып жұмыртқаға, сосын ұнтаққа аунатып, қызып тұрған майда пісіретін боламыз. Біздің наггетсыларымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.